Қалайсыздар? Айба. Манзорис мені прям күшті айтты. eBay жайлы ең бірінші видеоларын көрсеңіздер, банға кетті ма? Не переживайте, ақша түседі. Яғни верификация өткізбей жатыр ма, значит, потому что бесполезно ары қарай оны күтіп отыру, жасау. Мен өзімде болған нәрсе да. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Байланысты умидабын манам қызы. Последнее время YouTube'ға көп видео салмаппын. Сол себепті арнайы көп сұраныстарға байланысты шығып жатырмын. Алла бұйырса. Былай тұрып алайын. Одан кейін бізде мынандай нәрсе ғой. Жоқ қойсаң, қалайсыздар тағы да. Обучение жайында, eBay жайында көп түсірмей жатсыз деп маған жазыпсыздар. И психологияны жақсы оқытасыз, үйретесіз деген сияқты. И бұл менің YouTube каналым. И біріншіден, екіншіден, әркім өзі таңдайды. Ешкім маған видео түсіргеніме ақша төлемейді. Ешкім менің жасап жүрген жұмысыма ақша төлемейді. Это менің выборым да. Тура сол үшін. И балам мен істеп жатырмын деген сияқты. Айба. И біздің обучениеден де қыздар кішкене, енді плюс та минус та бар деген сияқты. Сол себепті мен арнайы шығып жатқаным, бізде көпшілік ойлайды да, мен 60 мың, 70 мың теңге, 100 мың теңге, 300 мың теңгеге алдым да курс, например, жасадым, бірақ менде нәтиже болмайды деп жатады да. Бірақ это факт. Менде нәтиже болып жатыр. Менің оқушыларымда да нәтиже болып жатыр. Басқа да оқушыларымда да. Результат болмай жатыр ма? Значит, проблема не обучение. Проблема это сіздің состояниеңіз. Соны түсіну керекпіз да? Қазір. Енді былай айтатын болсақ, негізі бизнеста, кез келген жұмыста плюсы минусы бар. Например, ресторан көп, ресторанның барлығы да сауда болып жатыр дегенде, ресторандардың ең мықтылары бар, және де былайша жұмыс жасап жатқан столовойлар бар. Тура солай, сіз eBay-ға кірдіңіз, болды, сіз табыс тауып кеттіңіз, немесе менің обучениемді басқа жақтан оқып келдіңіз да, и маған келдіңіз де ожидание. Мен артық бір нәрсе айтпаймын, мен өзім жасап жатқан жазымды айтамын. Мен не істедім соны? Курс сізге үйрету керек, сізге жасап бермейді. Кураторлар жасап бермейді, не мен жасап бермеймін, не нәтижені мен бермеймін. Сізде болмай жатыр ма нәтижесі? Это біздің проблема емес, это сіздің проблемаңыз. Яғни ішкі состояниеңіз. Например, болады. Менде болған кейде ішкі состоянием бірдеңке бастаймын болмайды, бірдеңке бастаймын минусқа кіремін. Сол кезде мен түсіндім, значит, менің миымда болып тұр. Ішкі состоянием қабылдамай жатыр деген сияқты да. Вот сол себепті өзіңіз дайын болмасаңыз, сізге ол ақша да келмейді. Сіз ішіңізден өзіңізден былай шықпаса, ол ақша миыңыз дайын, опыт деп қарамайтын болсаңыз, маған анау істеп беру керек, ақшатын төледім, анау істеп беру керек, мынау істеп беру керек деген позициямен, поверьте мне, сіз ешқандай табысқа шыға алмайсыз. И Аллаға шүкір, мен eBay-дан алып жатқаныма қанша болды? Аллаға шүкір 11 ай болды, 12 айға кетіп баратырмын, сала берсе, 11 ай, то есть. Сол себепті менде де қанша аккаунт банға кетті. Қаншама пәленбай аккаунт банға кетті. Пәленбай, бірақ ол менің таңдауым да. Яғни мен банға кетті ма, ақшам кетті ма, жоқ, мен тағы да істеп көремін. Потому что білемін, здесь ақша бар екен, ақша түсіп жатыр. Банға кеткен аккаунтымызға да ақша түсіп жатыр, Вот оны да істеп көремін, мынаны істеп көремін. Это менің таңдауым. Мен өзім соның ішінен табыс тапқым келеді. Соның ішінен eBay-дан мықты, прям ішінде 50 мың, 100 мың доллар айына тауып отқан сондай селлерлер болғым келеді. Сол маған каждый маған опыт та. Сол себепті ол сіздің таңдауыңыз. Бір аккаунтыңыз банға кетті ма, болды, ойбай, анау кінәлі, мынау кінәлі, куратор кінәлі, маған үйтіп бермеді, мынау істеп бермеді. Извини меня, онда емес. Егер сіз соны ойлап келетін болсаңыз, сізде ешқандай нәтиже болмайды, мен сізге айта аламын. И және де нәтиже болуы ең бірінші сіздің мышлениеңізге байланысты. Ең бірінші сіздің ниетіңізге байланысты. Мышление деп айтамыз, искусственный интеллект деп айтамыз, ішімізде болып жатқан бір нәрсе. Яғни сол себепті өзіңізден сұраңыз, сіз ол нәрсеге дайынсыз ба, ақша табуға миыңыз дайын ба, сізде нәтиже менде болып жатыр, менің басқа да оқушыларым болып жатыр, сізде де болады, бірақ оған сабыр керек та. Мүмкін сіздің болмай жатқаныңыздың басқа да проблемалар бар шығар. Просто оны мен мойындау керекпіз. Менің өзімде көп болған. Мен что-то ақ орамал бір түрлі болып тұр ма? Өзін танымай тұрмын ғой. В общем, сондай да.
қалай айтсам екен, менің өзімде де болған, например, вроде бірдеңке жасаймын, бәрін істеймін, бірақ ешқандай нәтиже болмайды да. И неге басқаларда болып жатыр, менде болмай жатыр деп уже қызғаныш кетіп жатады. Тағы да қызғаныш болды ма, тағы да жолым болмайды. Бірдеңке істеймін ба, тағы да болмайды. Яғни мен когда отпускала дейді, отпускать дейді ма, қалай айтын? Қазақшамды, орысшамды мықты емес әйтеуір. В общем, қалай мен жібердім бұл нәрсені өзімнен. И ол ақша келетіміз. Бізде өмірде квантовый физика, кванты әлем деп атамыз ғой. Сол себепті мынау кванттық әлемде дейміз ғой. Біз көрінбейтін, біз әрбіреуіміз ішімізде бір искусственный, сондай бір интеллект бар. Высший разум деп атады оны. Или сондай интеллект бар бізде, өзімізде. Ол біздің миымызды до того, миымыз тек қана установкаларға қарай жұмыс жасайды. Ол ішкі высший интеллект деген нәрсе сізде алып келеді ғой бәр нәрсені. Сіз ойыңызбен кез келген нәрсені өміріңізге әкеле аласыз. Айтпақшы, мен осыдан бұрынғы видеоларымды көріңіздер, по-моему, болу керек, осы жерде бір қойып қояйыншы. Или вообще, сол жерде айтқан болатын, менде жаңа жылға дейін ниетім, мақсатым машина алу деген болатын. Алланың қалауымен машина наличкаға алып отырмын да. Наличка маған вариант болды да, шынымен мен өтірік айтқым келмейді. 2024 жылы прям шынайы боламын деп шештім. Сол себепті мен ондай өтірік айтқым келмейді, что болған менде бұрынғы машиналар алғам, рассрочка қалған кредит болған, сөйтіп процент кредит деген нәрсе шынымен де берекеңіз жабатынына мен айта аламын да. Солай, в общем, сондай болды да. Именно осы акцент, Hyundai акцентім да, деп қойсаң, құттықтап қойсаңыздар болады. Именно осы Hyundai акцентіме наличкаға алдым. Менде вариант болды, сол ақшаны салып, жаңа машина салоннан алайық та, что контент жоқ, маған ондай керек емес. Маған өтірік ондай, оны ертең ұйықтай алмай, қарызым төлеу керекпін, ойбай деген нәрсе емес, бар ақшама жететінде аламын деп, в общем, сондай көлік алдым, Алланың қалауымен. Сол себепті просто так сіз қабылдау, жіберу, сол нәрсеге әрекет ету, тоқтамай болды. Сол ғана. Мен ешқандай, қалай айтсам екен, секреті жоқ. eBay'да да, не то что eBay'да, өмірде де, искусственный интеллект деп атамыз, мынау квантовый әлем деп атамыз, ешқандай секреті жоқ. Поверьте мне, пожалуйста. Просто так миға айтыңыздаршы, миға сендіріңіздерші, мидағы кашырттарыңыз үлкейсінші, сізде мүмкіндіктерді көре бастайсыз. Оказывается, мынандай екен ғой, оказывается, мынандай екен ғой деген сияқты да. Ол бірінші. Екінші, мен квантовый физика, квантовый скачок деп айтып ғой. Сол себепті скачок действительно 28 күнде орындалады екен. Мен осы жаққа қойып қоям, дәптерге жазған болатын, осындай деп, и тура сондай, цветі сондай, бірақ енді Tucson деп армандаған болады. Мен Tucsonға жете алмадым, Алла қаласа жетейік. Бірақ Hyundai, қызыл салон деген солай келіп отыр да, и датасымен келіп отыр. Сол себепті просто так жіберіңіздер, айтыңыздар, соған әрекет жасаңыздар. Сол себепті обучение келетін болсақ, біздің обучениеда көп кураторларым айтып жатады да маған, осындай деп жатыр, бүйтіп жатыр деген сияқты. Кураторлар құдай емес, мен де құдай емеспін, мен де Алла емеспін. Поверьте, маған обучение келетін кезде бір чудо, бірдеңке күтпеңіздер. Сіз әрекет жасамасаңыз, сізден нәтиже болмаса, біз бір нәрсені жасырып қалып, сізге берілген информация басқа біреуге тура солай беріп жатыр. Ол видео сабақ сізге берілді ма, басқа адамға тура солай беріліп жатыр. Так. В общем, оған да беріліп жатыр, мынаған да беріліп жатыр. Сол себепті, пожалуйста, нәтиже ол өзіміздің ішкі состояниемызға байланысты. Сіз қалай дайынсыз сол нәрсеге, даже сіз 100 жерден анализ жасап, маған айтасыз, не товар қояды, неге сізде өтіп жатыр, менде өтпей жатыр. Білмеймін оны, мен шын айтамын, менде высший разум деп айтамын, высший интеллект бар деп ойлайсыз, айтсам да. Яғни Алла тағала, былайша ғалымда солай айтатын болсақ, Алла тағалада мен кез келген нәрсені шынымен Алла тағала береді, Алла тағала алады. Болды. Менің ештеңкем жоқ. Мен бәр нәрсе, мынауым болсын, денем болсын, түрім болсын, көзім болсын, аузым болсын, бәрі арендада тұр. Ертең мен рухпын, ішімде рухым Алла тағала қайтып барады. Бәріміз баратын жеріміз бір. Сол себепті мен қазір айтам, ешқандай гарантия жоқ. Ешқандай бір розовый очкиде жоқ. Мен қанша қиналдым, қанша жасадым, оның барлығын өту, это мой выбор. Моя выбор деймін, қалай айтсам, менің таңдауым. Сіздің таңдауыңыз қандай?
жоқ, менің таңдауым осы мида істеп беру керек, немесе куратор істеп беру керек дейтін болсаңыз, поверьте, извини меня, ондай нәрсе жоқ. Ол сізге ешкім істеп бермейді. Просто өзіңіз істейсіз. Аллаға тәуекел етіп істейсіз. Алла болды. Алла ғана береді, Алла ғана өзі алады. Болды. Мен ештеңе істей алмаймын. Тек қана жасаған жұмысымды мен курс сатамын. Действительно сатамын. Например, мен істеген затымды, менің опытымды, өзімнің осындай істегенде мынандай болды, мынандай болғанда мынандай болмады деген сияқты, мен сол нәрсені түсіріп, жасап, оны істемеңіздер деген опытымды сатамын. Яғни опыт деген қалай? Былайша айтқан кезде, мен жолда кетіп баратсыз да, әрине, бұл видеоны көрмеуіңіз да, көріңіз де өзіңіздің таңдауыңыз. И видеоны мен YouTubeға салғаннан кейін мені ешкім көрмесе де болады, көрсе де, маған ешкім ақша бермесе де, басқамысы, ол тоже менің таңдауым. Менің каналым, мен қандай ақпарат бергім келеді, шынайы болғым келеді ма, өтірік айтқым келе ма, ондай емес. Мен барынша ашық, көзім көрініп тұрған жерде ашық айтып жатырмын бар нәрсені да. Сол себепті айтып жатқан жерім, мен опытымды сатамын. Яғни, мен жолда адам кетіп баратса, мен алдындырақ жүріп кетеді, ертерек жүріп кетсем, сіздің көрмеген жолыңызға, ертерек жүріп кеттім, и сол жерде мен яма көрдім. Қазір мен Аллаға шүкір көлік айдап жүрмін ғой, сол яма бар екен. Бірінші мен көрдім, ямаға түстім. 2 ямаға түстім, 3 ямаға түстім. Уже мен білдім, ана жерде 3 яма бар екен. Артынан келе жатқан машинаға, например, айтам да, тоқта, мына жерде яма бар, түспе деген сияқты. Мына жолмен жүр. И мына жақты осы жерде бүйтіп айналып өтіп кет. И осы жерден былай жүр деп мен соны айтамын. Болды. Яғни өткен яманы сіз айта аласыз. Потому что сіз оны нәрсені өттіңіз деген нәрсе ғой. И сосын бағана өткенде бір видео қойдым, соны көрдіңіздер ма жоқ па? Ада ғой, мен, например, ер азаматтарда бар, бұл жерде енді әйел азаматтар көбірек түсінеді, былайша айтқан кезде, Аманжол Рысменовке барған кезде тренингіне, сол кезде айтты да, бір әйелді тұрғызды, сіз балалысыз ба деді да, балаңыз бар ма деді, иә деді, туғансыз ба деді да, иә деді. Енді сіз қасыңызда күйеуге шықпаған қыз отырды, соған айтты, осыған туғыза аласыз ба, например, айтып жатыр да, сіз сол нәрсені акушер болып соны жасай аласыз, потому что сіз де босандыңыз ғой деген сияқты айтып жатыр да. Жоқ дейді. Яғни әр нәрсенің өзінің маманы бар деп жатыр да. Сіз болды, мен жасадым, осы нәрсе болды деген нәрсе. Мен де босандым, басқа да босанды, бірақ мен оны босандыра алмаймын, себебі мен маман емеспін. Но білемін қандай екендігін, Вот соны айтып жатыр да, Аманжол Рысменов прям күшті айтты. И сосын, одан кейін мынау нені тур айтып жатыр, например, өзі босанған әйел біледі, бірақ теория ретінде кесарева қандай екендігін біледі дейді да, бірақ кесареваның ауыры қандай, сенің денеңді кеседі ол, и одан кейін оның бітуі бар, оның тағы да басқасы бар, оның барлығы не, который сіз өзіңізден өтпейінше, оны сен, например, адам болады ғой, дұрыс жеткізе алмай жатырмын, кішкене ойым шашыраңқырап кешіресіздер. Былай ғой, өзі босанған әйелменен кесарева болған әйелді екеуін отырғызып қойсаңыз, екеуіні кесарева болған адамға сіз сұрақ қоятын болсаңыз, өзі босанған ретінде толғату, анау, мынау деп, ол оны дұрыс жауап береді, теория ретінде біледі, что осындай екендігін. Оған айтқанменен чувствосын айтып бере алмайды. Чувствоны сіз арқылы өту керек та, ол чувство. Сіз чувство деген мынау квантовый әлемде вибрация, сіз через себя былай өткізбесеңіз, сіз ол нәрсені жеткізе алмайсыз. Қанша жерден теорияны 100 рет, прям 200-ге білсеңіз де, сіз ол нәрсені өзіңізден өткізбей айта алмайсыз да. И тура солай кесарева болған адам, өзі босанған адамды біледі, толғататын, сағат сайын осындай 7 минутке өтеді, мынандай болады, анандай болады, теориясын біледі, бірақтан өзі ол нәрсені өтпегеннен кейін, ана кесарева болып жатқан адамға оны айтып бере алмайды да. Тура сол себепті кесарева болды ма, кесарева болған адамнан сұрау керек та. Яғни менде осындай болып жатыр, қорқып жатырмын десе, жоқ, ничего, қорықпа, менде болды, мынандай болды, осыдан кейін мынандай болды, эпидуралка салды, осындай болды, мен оны көріп тұрдым өзім, тағы да басқа. Яғни ол сізге шынайы түрде айтып бере алады, потому что ол нәрсені өтті. Ал өзі босанған адам сұрасын болсаңыз, өзім босанайын деп жатырмын десе, ол осындай болады, мынандай болады, бәрі жақсы, ұмытшақ ауру ғой, жақсы ғой деген сияқты. Яғни біз дұрыс сол нәрсені өткен адамдан сұрау керекпіз да, бірақ ол адам маман болмауы мүмкін, бірақ сол нәрсені өтті деген сияқты ғой. Сол себепті мен де өзімнің өткен, мен де бір eBay-дің бір
білмеймін, $100,000 немесе $50,000 обороты бар селлері болса, айта аламын да, $50,000 мен $100,000 қалтамда тұр, мен бір айда $100,000 жасадым да, соны жасай аламын деп сізге айта аламын. Менің осы eBay жайлы ең бірінші видеоларын көрсеңіздер, уверенность жоқ, көзде мынандай көзде уверенность жоқ. Мен де қорқып отырмын сіздермен бірде, қалай болады екен, үйтсем екен деген сияқты да. Мен уже білемін, уверенамын. Мынандай болды, банкқа кетті ма, не переживайте, ақша түседі. Тағы да қандай сұрақ? Пионер өтпей жатсыз ба? Пионерный верификация өткізбей жатыр ма? Значит, ананы күтіп отырмай, новый жаңа аша салыңыз. Потому что бесполезно ары қарай оны күтіп отыру, жасау. И оны айта аламын да. Сізге айтқан кезде мен бір аккаунтқа жасаған едім, болмай қалды. Енді қайтаймын, анауымы банкқа жіберді. Оны мен жіберіп жатқан жоқпын. Оны eBay жіберіп жатыр. И сол үшін форс-мажор ретінде ананы ашып қойыңыз. Болмаса мынаны былай жүріңіз. Ана жақтан сізге лимит $700 беріп жатса, онда сіз $1000 ашу үшін тағы да тырысыңыз, басқасын попытка жасай беріңіз деген сияқты. Солай айтсаң, жоқ дейді, осы аккаунтым анау, мынау деп әртүрлі жағдай болады да. Әртүрлі біз обучениеде қаншама түрлі адамдар көреді екенсің. Сол себепті жауапкершілік просто өзіңізге алу керексіз да. Просто так. Жауапкершілік. Больше жауапкершілік, больше табыс. Негізі Инстаграмда мен көбінесе боламын, Ютубқа соңғы время қолаймай қалдым, сол себепті ренжі кешірім сұраймын. Енді мен айтсам әңгіме айтып отыра беремін, негізінде психология болсын, квантовый скачок болсын. Мен психолог болмасам да маған ұнайды. Кімге болсын пайдам тисе қуаныштымын. Маған бұрынғы басқа видеоларын әдемі айтасыз, бір сағат қалай отырғанын көрмек, сезбей қалдым дейді да. Мүмкін сол адамдар үшін де мен жұмыс жасайтын шығармын. Сол себепті ештеңкені ойламаңыздар. Сізде нәтиже болмай жатыр ма? Просто өзіңізге үңіліңіз. Просто так, қай жерде қателестім? Мүмкін біреуді ренжітіп қойған шығарсыз. Мүмкін болады ол нәрсе. Ол влияет действительно. Сол себепті мен өзімде болған нәрсе да, например, вроде бар нәрсем пахат етіп жатырмын, істеп жатырмын, Инстаграм, Ютуб бәрін жасап жатырмын. Результат жоқ, ештеңке болмайды да. И сол кезде ойланып, қай жерде не істедім? Міне сіздерге Ютубта қазір барлықтарыңыз қарап отырсыздар ғой. Шынымен мойындаймын, например, квартирада жүрдік, үйттік, бүйттік та. И мен сосын түсіндім. Значит, мен бір нәрсені қате жасап жатырмын. И өмірімде, и өзіме бір нәрсе қиянат жасап жатырмын деген сияқты. Мен ақша тапсам өзіме жаратпайды екенмін. И сосын ақша тапқаннан бөлек, например, анау, мынау деген проблемалар. Мен үйдің кішкентай келінімін, өткенде кішкене семья болады, сондай жерден біз бөлек тұратынбыз. И солай мен қабылдап, әке шешем не болса да күйеуімнің ата енем одан басқа жоқ деген сияқты солай қабылдап, сол келіп, жұмысымды да осы жақта да біраз болып, басқа яғни өзімде через меня өтіп жатқан қандай да бір проблеманы тауып, соны мен қабылдаған кезде маған басқа кез келген жұмысым өзінен өзі құралып кете берді да. Вот мен мойындаймын ол нәрсені да. Вот сол себепті сіздің де қандай да бір мойындауыңыз керек нәрсе бар шығар. Просто кінәні не маған, не кураторға, не анаға, не өмірге салмаңыздар. Ешқандай нәрсе сіздің өміріңізде қазір жаныңыз не болып жатыр, соның барлығы сіздің ішкі состояниеңіздің айнасы. Ол айна бізге не көрсетеді? Біз түрімізді ғана көрсетеді. Ол басқа біреуді көрсетпейді. Сол себепті просто өзіңізге үңіліңіз, результатқа тек қана өзіңізге әрекет жасаңыз. Анау істеп беру керек еді, мынау істеп беру керек еді, менің қолымнан келмейді екен, анау екен деп не надо. Енді былайша айтқан кезде сондай ғой. И сосын мынандай нәрседе, ақшамды қайтар, мен үйткен едім, бүйткен едім, маған без проблем. Например, Аллаға шүкір, Аллаға мың шүкір. Бірақ та сіз ол нәрсені миыңыз қабылдап алады да, осындай менің болмаса мен айқайлаймын, үйтем, бүйтем деген сияқты да. Просто так ойлаңыздар, сіз универде оқитын болсаңыз 5 жыл уақытыңыз кетеді. Ақша төлейсіз. Уақытыңыз кетеді, ең үлкен уақытыңыз кетеді. Сол жерден диплом алдыңыз да, мектепке, мамандық бойынша бір жылда қанша мың студент, абитуриент бакалавр бітіріп шығады, бірақ бәріне жұмыс жоқ. Бірақ мен жұмысқа тұра алмадым, менің қолымнан келмеді, ақша 5 жылдық ақшамды қайтарыңдар, дипломдарыңдан өтпеді деп сіз универге қайтара алмайсыз. Қайтармайсыз, қоя салшы, жем деп айтады ғой. Сол себепті әр нәрсенің өзінің құны бар. Уақыты бар, құны бар, ақшасы бар. Ақшамен төлемесеңіз, уақытпен төлеңіз. Уақытпен төлемесеңіз, кез келген нәрсені төлеуі бар.
нервпен төлейсіз, нервпен болмаса тағы басқамен алу беру. Өмірде сондай, немесе аласыз, немесе бересіз, болды. Немесе сатушы боласыз, немесе сатып алушы боласыз. Екі-ақ вариант. Одан артық ешқандай вариант жоқ. Сол себепті обучениеда да бізде де барлығы гарантированно, когда 70% бізде, былайша айтқан кезде, сабақтың түсірілуі, сабаққа жауап беретін куратор, соның барлығы мен, оның барлығына біз 70% гарантия бере аламыз өзіміздің продуктымызға. 30% сізден әрекет болмайтын болса, онда 100% болмайды. Сол себепті 30, хотя бы 30 өздеріңізге алыңыздар деп жатырмын ғой, жауапкершілікті. В общем, сондай көп видео шығаруға тырысамын. Психология ұнайды маған. Егер у кого-то сөйлескім келеді, энергия келеді деген, энергия негізі бір-біріне ауысады ғой. Сол себепті егерде энергиямен бір-бірімізбен сөйлескіміз келеді дейтін болсаңыздар, пожалуйста, комментарийға жазыңыздар. Мен барынша әдемілеп видео түсіруге тырысамын. Әрине жазбасаңыздар да, это ваша выбор. Өмір жеңіл негізі. Ешкім қандай затқа міндет емес. Сіздер комментарий жазуға міндет емессіз. Мен де видео түсіруге міндет емеспін. Бірақтан менің таңдауым түсіру, айту ұнайды маған. Аудиториямен жұмыс жасаған ұнайды. Айтқым келеді деген сияқты. Барынша біреуге ұнауым мүмкін. Бірақ мен тағы да осы оның сабақта, YouTubeға каналға түсіріп жатырмын ғой видео. Осы жерде айтайын. Мен қандаймын, тура солай мен өзіме ұнаймын. Мен өзімді жақсы көрем. Мен прям көзім жайнап тұрғанын көріп тұрғансыз, мен соны түсіндім. Мен өзімді жақсы көру керек екенмін. Потому что Алла Тағала мені махаббатпен соны жаратқан, до того мен адам болып, әйел болып, женская энергия, в общем, Алла Тағала мен осыны жаратқанына қандай қуанып жатырмын да. Вот, мен өзімді жақсы көремін. Потому что Алла мені махаббатпен жаратып отыр. Алланың өзі махаббатпен жаратып мені мұсылман қылып отыр да. Еще маған Алланың қалауымен орамалға келіп, мен оны түсініп, в общем, ғажап да, вот мен өзіме до того ұнаймын, уже өмірді қызық, прям күшті өмір сүргім келе береді, уақыт тез өтіп кетіп жатыр деген сияқты ғой. Сол себепті мен бірақ ешкімге ұнауға міндетті емеспін. Мен тек қана ұнау керекпін кімге, өзіме ғана. Сол себепті менің қандай да бір сөздерім сіздерге ұнамайтын болса, білмеймін, мүмкін менің кейбір сөздерім басқа болады, мен де періште емеспін. Сол себепті оған мен сіз сөйтіп айттыңыз екен, немесе өйстіп жаман комментарий қалдырыпсыз, немесе тағы басқа деп мен өзгермеймін. Өзгеру ниетім де жоқ. Тек қана Алланың алдында өзімді жақсы көрем ба, все, маған сол жетеді. И видео түсіру да, видео қою да, жасау да, ол бәрі менің өзімнің таңдауым. Сол себепті таңдауларыңыз болсын. Айтпақшы, таңдау ретінде 20 минут болып кетті, кешіріңіздер, қазір 1 минут. Таңдау демекші, шынымен мойындаймын, менің әке-шешем бай болмады. Шынымен бай болған жоқ, бай болғанда біз бүйтіп жүрмейтін деген сияқты. В общем, былайша айтқанда 5 бала, 5 қызбыз, 6-шы інім бар деген сияқты, әжем бар деген сияқты. В общем, сондай. Біз бай болмадық, байдың баласы болған жоқпыз. Бірақ менің таңдауым, менің балаларым, болашақ балаларым, менің қазіргі дәрменім, байдың баласы болуға мен әрекет ету керекпін, қазір әрекет ету керекпін. Сол себепті мен байдың баласы болмасам, балам байдың баласы болу керек. Әрине таңдау және де өзімде. Байдың баласы қылу да менің өзімнің таңдауымда. Просто так былай орташа болып жүрудің қандай болуың, оны тағы да менің шешімім. Сол себепті шешімді тек қана өздеріңіздер дұрыс таңдаңыздар. Бай болуды, қуатты болуды, кез келген әлемді, махаббатты, өзіңізді жақсы көруді, соны прям жасаңыздар. Шешім тек қана өздеріңіздерде. Өмір действительно ғажап. Өмір сүргім келе береді. Так что құттықтап қойсаңыздар болады менің машинама деп тұлпарыма. В общем, қуаныштымын. Өмір өте керемет. Сіздермен Үмит Абдымандап қызы.